Бүгін біз сіздермен 30 минут ішінде дайындалатын түскі астың рецептімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен тартылған етке жұмыртқамызды саламыз, манкамызды саламыз және қаймақ пен дәмдеуіштерді саламыз. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің котлетке арналған фаршымыз дайын. Енді оған соус дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ пен айран керек. Оның үстіне зелен салып, барлығын араластырамыз. Осымен біздің соус дайын. Енді қызып тұрған тапамызға май құйып, оған жаңағы фаршымызды котлет сияқты салып отыра, екі жағда қызарып піскенше қуырып аламыз. Міне біз қуырып алдық. Енді оны бөлек ыдысқа алып қоямыз. Енді қызып тұрған тапамызға май құйып, оның үстіне майдалап туралған пиязымызды салып, қуырып аламыз. Және қуырып болғаннан кейін оның үстіне теркадан өткізілген сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырамыз. Сосын оған томат пастасы мен жуылған гречкамызды салып, араластырамыз да үстіне су құямыз. Және де оған котлеттерімізді саламыз. Және қазанағымызды осындай дөңгелек қылып тураймыз. Және оны бетіне қойып шығамыз. Және де қызанақтың үстіне бағана дайындалған соусымызды аз қасықтап құйып шығамыз. Және оның бетін жауып 15-20 минутқа қайнатамыз. Осымен біздің тамақ дайын. Егер видеоны лайк басып, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.